Бүгін сіздермен дертке шипа арнасы. Арнадағы пайдалы ақпараттарды қажеттіліктеріңізге жаратып, каналға тіркеліп қолдай кетіңіздер. Әлем бойынша танымалдылыққа ие болған сусынның ағзаға тигізер кері әсерін тыңдай отырыңыздар. Қазіргі таңда адам ағзасына, әсіресе жас балаларға аса қауіпті сусындардың бірі Кока-кола. Дәрігерлердің айтуынша, Кока-кола әсіресе балалардың бас сүйегіне, ойлау қабілеттеріне зиян келтіреді. Жоғары газдалған суды үнемі пайдалану гастрит, өт жолдарының бұзылуы, қант диабеті, тіс ауруы, бауыр мен өкпенің қатерлі ісігін тудырады. Кока-кола құрамындағы көмірқышқыл газы асқазан ішек жолдарын тітіркендіреді. Құрамындағы ортофосфор қышқылы тіс эмалін бұзады. Құрамындағы кофеин ұйқының бұзылуына әсер етеді. Газдалған сусынды мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасындағы кальций, темір секілді ең маңызды элементтерді жойып, өміріңізді 2 есеге қысқартады. Сусынның құрамында қан айналымды баяулатып, аққан ауруына әкелетін жасанды бояғыштар бар. Газдалған сусынды көбірек ішетін адамдардың бойында қант мөлшері көбейіп, түптің түбінде қант диабетіне әкеп соқтырады. Оған қоса адамның сүйектері тез омырылғыш, тез желеңгіс, әлсіз болуы мүмкін. Себебі құрамындағы химиялық элементтер баладан бастап үлкендердің де сүйектерінің әлсіздігін тудырады. Денсаулықтарыңызды күтіп, зиянды өнімдерді қолданбаңыздар.